Алтыншы есеп. 14,8 және 37,9 сандарының арасында орналасқан 4-ке еселік болатын неше бүтін сан бар? Демек, 14,8 және 37,9 сандарының арасында 4-ке қалдықсыз бөлінетін қанша сан бар екен табуымыз керек. Ол 16, 20, 24, 28, 32, 36. Осы сандар 14,8 мен 37,9 арасында орналасқан және 4-ке еселік болатын сан. Бізге неше бүтін сан бар? Яғни осылардың санын жазуымыз керек. Ол 6. Демек, 4-ке еселік болатын 6 бүтін сан бар. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.